Так, все. Осымен бітті. Осымен точно тұрам бар ғой. Отыра берді, шаршап кеттім компьютерда. Түнімен компьютерда отырдым. Уже далада азан болып қалды. Мынау пшеницаның бәрін бүгін орам деп ем. Қазір ұйықтасам, яғни түнде тұрам, сосын түнде орамайым. Лучше қазір шығып орып тастайын бар ғой. Дала қандай болып тұр екен. Ой, дала тамаша болып тұр. Кәдімгі күн жылып, әп-әдемі болып тұр. Күн енді кішкене андай бұлттанып тұр ма? Күн қаяқта өзі. Күн әне тұр екен ғой. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге бұл мен Асик, менің жаңадан видеома қош келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет, лайк басып арнаға тіркеліп атқандарың үшін, ал егер сен тіркелмеген болсаң, арнаға тіркеліп кет. Так, есік жауып қоямыз. Бүгінгі ісім менің мына пшеницаларды ору, ана жерде свекло дейма, сондайларды ору, короче. Мен мына жерін мына кім ашып кеткен? Емайтан есігін жауып қояйық. Біреу ашып кетті ана жерде. Так, бұл жерден біз не аламыз? Біз бұл жерден кирка алуымыз керек. Мен мына жерде заттарым көп тұреді ғой. Шелек қана тұр екен, мақұл шелекті ала салайық. Так, мынаны деревянскийін ала салайық тоже. Так, мынаны аламыз. Так, не бар бізде оратын? Так, мыналарды орамыз. Бұларды әдемілеп орып қою керек. Так, фук еткізіп тез орып аламыз. Так, бұлай үстінен қатты мыжа бермеу керек бар онау. Өспей қалып, кішірейіп өсіп, жаман дәмі әшіп кетеді. Сондықтан нормальный сумен де су арттыру керек. Так, судың ішінде біреу қақып кетті, біреу қақып кетті. Так, пшеница мы скоро мал асыраймыз бұлардың. Так, мынау қалай болып отыр екен? Қызыл свекло қалай болып отыр екен? Свекло бізде нормальный болып отыр деймін негізше. Ладно, осы тұра берсін ары қарта. Мынай көлеңке, мынай күн біртүрлі күн шығып тұр екен ғой. Ладно, бұл тұра берсін, кеттік басқа аяғына барып қайтайық. Так, басқа жақта не отыр екен? Так, мына жақта біреу бар тұғын. Так. Мен мұнан кім құрып кеткен? Қуама, мына жақта болған. Жетелдерге айттым, алдында доп ойнап жүретін әже бар ғой. Айттым, ойнамаңдар деп. Саған мұнаяқ кем. Топта анаяқ ойны. Мұнаяқа не оғаны шлей? Жетелдердің бәріне жын көрінген бай? Немене өлі нау? Мұнаяқ ше. Мұнаяққа не оғаны? Жетелдер қақта бәрін жетелдерге айсыпнан бәрі өздеріне істетен бар ошы. Жетелдер қақта, жетелдердің бәрі анжақта жиналып тұр ғой. Қазір мен бұларға сазайын тарттырайын бар ғой. Анжақта огородым құртып кеткен, анан базар жағын өзім ектім. Ананы ұртқан 3 огородым құртып кеткен ғой меніңе. Бұл деген бұлармен кәдім разобраться етіп болмайды. Жетелдер сендер қуасыңдар ма? Не болып қалды, Асиктен шықтық па? Не болып қалды дегенде, не анау пшеницаның бәрін сендер ма таптап тұрсан, анау мен огородым бәрін? Оның бәрін қоя тұрсай, мына жерде вообще бір жаман тірлік болып отыр. Қалай сонда қоя тұр, ол жай ғана огород емес қой, ол мен егіп отқан нелерім ғой, барлық осы бүкіл ауылды қамтамасыз етіп отқан огородтар ғой олар. Тыңдаса енді мені. Короче, азында жетелдермен таңертең ерте тұрып, мына жерге келіп складты қарап отырсақ, складта 60% заттың бәрін ұрлап кеткен. Кім ұрлаған соң білмей ойланып тұрмыз енді, іздестіріп. Кәні мынаның ішіне ұрлаққа түскен ба кәдімгідей? Мать, не ұрлап жүр мынаның ішінен? Не бар мынаның ішінде өзі? Не бар дегенде, бұның ішінде бүкіл ауылды қамтамасыз етіп отқан азық-түліктердің бәрі, продукттың бәрі осының ішінде тұрған ғой. Бүкіл азықтар ауылдың ішіндегі, сендер қуасыңдар мынаның ішіне сақтап қойып, кәні не бар өзі мына жерде? Алмалар тұр, так картошка тұр, ана жерде сәбіз тұр, мұнан астында сәбіз бар, тоже походу сәбіз сияқты. Міне көрініп тұр ғой, сәбіздер от тоже тұр. Мұнан іші нормальный ғой? Аяқтың нормальнысы, мұнаның ішінде тұрған бір 30-40% зат, мұнаның ішінде 100%. Прям толып тұрған, мұнаның ішінде соның жартысы жоқ болып тұр ғой. Толып тұрған? Мұна аяққа дейін шлей, мұна үшінші блокқа дейін тұрмаған шығар? Сол шлей солай толып тұрған ғой, 3 блокқа дейін. Онда біреу плотно ұрлапты бар ғой. Нема жетелдердің арасынан сұрап көрдіңдер ма? Жетелдер емес пе екен? Жоқ, жетелдердің бәріне сұрап көрдік. Сенбейтіндеріміздің даже үйіне кіріп, до конца тексеріп, бәрін тексеріп көрдік. Бұның негізі іштен емес, сырттан келген біреу істеп тұр бар ғой ше. Онда сырттан келген біреу болса, сырттан келіп, пайда бізде көп адам ауыл жақтан өте бермейді, бірақ өтсе де сәлем үзулер өтеді ғой, нормально болып. Так, бірақ мынаны ұрлағандар ұят топтай конкретно
секретті. Мына жерде, короче, не істеу керек. Мына жерді полный зерттеу керек. Мына жақты алып, ана жақтарды қай жақтан келуі мүмкін. Мына крышадан бүйтіп фуп кетіп біз. Жоқ. Мына сендер не складтың кілті жоқ па не наның? Біздің ауылда ішінде бәрі сенімді адамдар ғой. Бұл жаққа кілт қойып не қыламыз деп ойлаған тоғымыз ғой. Сенімді адамдар болған соң. Май, склад болған соң мына жерге әдеміреп кілт орнатып қою керек қой, ешкім кірмес үшін. Кілтті шетелдердің адамдарына ғана беріп қою керек. Мына жердің бәрін көру керек бар ғой, не бар, не жоқ, дым, нелер жоқ па, айғақ былайнан, біреу басқан іздері. Сол ешнәрсе таппай қойдық қой, соның бәрін бір ізде жоқ, дым да жоқ. Айналып көру керек мына жерден. Так, мына жерлерден оқтай, мына жерде тесік бар ғой, мына жерден. Так. Шілей енді мына жақта бетоннан сындырып кірамайды шығар. Яғни бетоннан сындырып кірамайды ғой. Так, мынау лестница не ақып тұр, Мынау лестница. Нема жетелдер анау? Ненің артында лестница? Кімдікі екенін білесің де, анау өздерің ойдырман лестницаны? Қаяқтың лестницасы, лестница деп бас ауыртып тұратын уақыт жоқ, іздеу керек. Мынаны кім қойып жүр, Мынау лестницамен крышадан сындырып кірмеген шығар, Шілей, жетелдер, мына лестницаны точно сендер қоймадыңдар ма? Оқты, Асик, ана жаққа қалай шықтың? Жоқ, ешқандай лестница ана жаққа қоймаған сияқты негізі. Мынау лестница, мынаның артында лестница тұр, сендер қойған шығарсыңдар, может быть? Жоқ, осыны салған кезде мен осы жерде жүрдім ғой, вообще лестница талдыртпаған тоғымыз. Мына жақта онда деген, мына жақта, мынау кімнің? Мынау не? Мынау есігім, андай. Мынау мата тұр ғой, мына жерде что-то, ана жақта кіретін. Ана жақта кіретін жер бар ма, не? Мынау немене өле? Мынау кім жетелдер, мынау кім? Қайсын оны не істеп тұрған ба, оң жағында тұрған ба? Менің үйім ғой, міне менің үйім. Сенің үйің ба? Анау тұрған менің үйім, Анау үйдің крышасында, сен үйдің крышасында складың бар ма еді? Екінші этаж бар ма еді жалпы? Қаяқтың екі этажы, бір-ақ этаж жоқ ғой менде. Бірінші этаж ғана болды, тек қана екінші этаж жоқ менде. Бір-ақ этаж үй? Сендер мынаны қарасаңдаршы, мынау не? Не ол? Мынаяқ болмаса мынау онда кімнің несі мынау? Екінші этажда точно ешкім тұрмайтын бе еді? Точно уверенмін ғой, менің үйім ғой, мен білем ғой, екінші этажда жоқ та, екінші этаж бұл жақта. Онда мынаяқта біреу осылай істеп қойған. Бір жетелдер емес па? Короче, жетелдер бітеміз. Мынау өз ашыламы? Мынау еще ашылады. Кажется, мен білем, біздің продукттың бәрі қайға кетіп атқан. Короче, сендер осы жерде тұра тұрыңдар. Мен қазір ана жерге шығып барып қарап келем. Если бірдеңе болмаса, көмекке шақырамын, түсіндіңдер ма? Ман, немене жер анау? Абайлап кір, Асик, абайлап кір. Все, короче. Так, міне, мен мынау шелегімді ұстаңдар. Так, ауыру қам. Так, мынау қазір өзіме керек. Так, мынаны ұстаңдар, и мынаны ұстаңдар, короче. Так, давай. Хопа деп босатып аламыз. Так, хоп. Қайттан беріп отқан сөз мә керек емес маған. Хопа. Құлап қалдым. Бірінші попытка болмады. Абайлаш әйтеуір, бір жеріңді ауыртпамай. Абайлайым ғой, нормально бәрі. Аналарды алсайын, аналарды, не маған бере бересің, аналарды обратно. Так, мынау маған керекке басын шауып аламын мен ананың. Опа. Мен шықтым. Тыныш. Асик, абайлаш шен біреу шықпасын. Абайлайым, нормально бәрі. Так, мынау шүйбейті ашылып жауып отты, матамен, кәдімдей мынау блоктермен білінбейтіндей істеп қойыпты ғой, кім істесе де. Так, свет бар. Так, алманың бәрі. Так, алма осындай екен, и сәбіз осында, и картошка осындай екен, короче, ше. Так, бүкіл осы продуктлардың бәрі осындай екен. Так, мына комнатада не бар, Так. Не бар екен, Асик, не болды? Тыныш. Мынау кім? Так, жай кіреміз. Мына Путин адам ғой. Мына ше сундук бар екен. Сундукта не бар? Ух ты, қару заттарын бәрін аламыз. Так, оружие дейді, мен оружиеста жоқ. Сәбіз бәрін алып апты. Так. Қараңдар, оружие тауып алдым, жетелдер. Тыныш. Так, мынаны қазір мен оятайын деп тұрмын ғой. Так, есікті ашып қой. Свет жағамыз.
подъем, тұр. Кімсің сен, тұр. Жақындама, сен не істеп жүрсің біздің ауылда, Мен мынау осы ауылға қонаққа келгенмін, қыдырып келгенмін, қонаққа келдім. Қонаққа келген қайтейін, сен не істеп жүрсің біреудің үйінің крышасында? Мен негізі осы ауылға келіп көшеде өтіп бара жатқан кезде сұраған тұғым, осы ауылға үй салсам бола ма деп, сосын маған ұрысып берді, үй салуға болмайды анау мынау деп. Сосын мен осы жерге тихаря алып, осы жерге үй салып алайын деп шештім. Ол крыша как раз үсті бос тұр екен, сөйтіп үй салып алайын деп шештім. Сен білесің бе кімнің үйінде жатсың? Сен бір жителдің үйінің үстіне салып алғансың үйіңді. Олай болмайды ғой, ол жителдің үйі ғой. Еще одан бөлек сен мына заттардың бәрін 1 2 3 мынау сәбіз, картошка, біздің продуктлардың бәрін ұрлап кеткенсің. Еще ана пшеницаның бәрін сен ғой, бұзып кеткен менің пшеницаларым бәрін. Иә, мен оның бәрін істеген, бірақ менің қарным қатты ашып тұрды, сондықтан алғам ғой. Қайды тамақ керек болса, ұрлықшысың ғой. Сен еще мына сундығыңда аржылардың бәрі не істеп жүрсің де? Наның бәрі. Олардың бәрі мынау сіздің қолыңызда. Сіз менің сундығымдағы заттарды алып қойдыңыз ба? Конечно, сундығымдағы заттарды алып қоям. Алмасам сен мына жерде не істейтініңді біз қаяқтан білеміз? Может быть, сен біз қазір атат шығарсың, Короче, қазір далаға шығамыз и сөйлесеміз қазір. Жүр кеттік далаға, жүр. Так, жителдер, міне ұрыны ұстадық. Енді бұны не істейміз, қандай жаза береміз? Мен қателігім мойындаймын, мен кешіріңіздерші мені. Сұрамай-ақ қой кешірім, полиом. Істеріңді істеп алдың ғой уже. Еще оружие бар, еще мынандай оружиелар тауып алдым еще бұның неден. Жоқ, там қандай жаза береміз бұндайға? Бұларға. Жалпы сен негізі бізден сұрасаң да біз саған негізі беретінек бар ғой, сұрасаң да беретінек негізі, бірақ ұрлағаның қате болды. Сол ғой, сұрасаң да беретінек қой, пайдей былай-ақ бар ғой ше. Менен лишне келіп сұрасаң мен ақ беретінен ме сол пшеницаларды еще таптап тастап, еще револьвер ұстап жүр мынандай кәдімгідей ауыр оружие кәдімгідей. Болды, енді олай ұрламаймын. Кешіріңіздерші. Болмайды ондай кешірім сұраған. Так, не істесек болады жителдер? Менде бір ой бар. Не ой, чё за ой? Жүрсеңдерші, кеттік, көрсем, жүріңдер кеттік. Давай, кеттік. Житель, бұл идея сенің басыңа қалай келді? Тура осындай жағдай көрші ауылда болып еді, тура осылай жазалап еді, есінде сол. Осылай жазалаған дұрыс деп ойлаймын бар ғой ше. Давай, житель, кім істе ұрлықшы істе, давай. Істеп жатыр, нормально істеп жатыр, пойдет. Все, жителдер. Саған үлкен рахмет, ауылға үлкен пайдаң тиіп жатыр. Да ладно, ничего, все. Менің ауылым, сендердің ауылың, менің ауылым, сендердің ауылың, короче, общий ауыл, короче. Все, короче, мен үйге барып, от душынан ұйықтайын түрмен, ұйықтайын, жұмыстарын бәрін істеп қойдым, пшеницаларын егет өзі ала берді, короче. Все, нормально. Өздерің қарап қоясыңдар сендер ма? Смело барып, демала бер, өзіміз қарап тұрамыз ғой. Все, мен кеттім онда, үйге барып, ұйықтай берем. Шашақ беттім бар ғой. Үйге тесіз барып, зорғып, от душынан ұйықтасам, мынау револьвер дейтіндер сендер, револьвер тауып алғасың ба кәдімдей. Так, мынаны сала салайық, мына заттардың бәрін сала салайық, лукты алып алайық, оружиені аламыз. Так, потом ана жерге астына барып, өзім оружиеларым қасына тыға саламын әзірше. Так, мына бір шкафқа сала тұрайын. И осылай сала тұрайын, есі құлттанбайды. Так, ана житель ұрып жатыр ма жұмыста? Ойбай, житель деп бұл кім? Ұрлықшы. Ал мен деген от душынан ұйықтайын ал.